досың, жолдасың, өмірдегі жолбасшың. Жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмасын. Қайырлы күн, достар. Бүгін өздерің сияқты талантты достарымызға арналған супер қызатты кітапты таныстырмақшымын. Жалпы қазақ қоғамында ел дамуына елеулі үлес қосқан нәзік жандылар аз емес. Кітаптың авторы Динара Шайжүнісова осы кітапта әртүрлі салада жетістікке жетіп, қиындық атаулыны жеңген 50 қазақстандық әйелдің оқиғасы баяндалғанын айтады. Ол кітаптағы кейіпкерлер қыз-келіншектерді мықты, ақылды, дана болуға баулып, жаңа белесті бағындырған кезде алдыға жаңа мақсат қоя білуге үйретеді. Кітаптың мақсаты өздерің сияқты өсіп келе жатқан кішкентай қыздарымыздың өзін-өзі дамытуына, терең білім алуына, алдына биік мақсаттар қойып, сол мақсатқа жеткенше тынбай еңбек етуге тәрбиелейді. Кітапта келтірілген таңғажайып оқиғалар қаһармандарымыздың шынайы өмірінен алынған нақты мысалдар, сендерге ерекше шабыт сыйлап, дұрыс бағыт-бағдар беруге көмектеседі. Бұл кітап есімі елеусіз болып жүрген, бірақ сый-құрметке әбден лайық, өжет, іскер, табанды, табысты әйелдердің өмірінен сыр шертеді. Сонымен қатар Қазақстанның танымал қыз-келіншектерін жеңіл де қызықты тілмен таныстырады. Бұл қаһармандардың арасында өлкемізден шыққан КСРО халық әртісі Бибігүл Төлегенова, Олимпиада чемпионы Ольга Рыпакова, тракторшы Мастура Ивраева және медицина ғылымдарының докторы, радиобиолог Найла Шайжүнісова сияқты рухты тұлғаларымызды да кездестіруге болады. Бұл кітап кішкентай қыз үшін де, ана үшін де қызықты болары сөзсіз. Кітаптың ерекшелігі оқырман 49 кейіпкердің оқиғасын оқып болғаннан кейін соңғы бетіне өз хикаясын жаза алады. Ол үшін кітаптан арнайы парақтар дайындалған. Достар, бұл кітаптағы кейіпкерлердің өмір жолымен жеткен жетістіктері сендердің болашақтарына үлгі болары сөзсіз. Бұл кітапты кітапхана қорынан алып оқуларыңа болады. Біздің мекен жайымыз Космическая көшесі 6-2.